Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге алмалы бәліш шарлотканың рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің отбасыма ұнайтын пирогтардың бірі. Сіздердің де отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі қолжетімді заттармен жасалынады. Ең алдымен алмаларды осылай кубиктап турап аламыз. Мен орташа көлемінде 4 алма қостым. Сосын 2 ас қасық лимон шырынымен жақсылап араластырып аламыз. Үш жұмыртқамызды алып, қантымызды салып, миксердің көмегімен 10 минут ағарып, көпсігенше айналдырып аламыз. Міне біздің массамыз осындай аппақ күйге айналады. Енді ұнымыздың үстінен тұзымызды және разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай бөлек араластырып алғандарыңыз дұрыс. Себебі разрыхитель мен тұз дұрыс араласпаса, біздің пирогымыз дұрыс көтерілмей қалады. Енді ұнымызды дайын болған массамыздың үстінен салып, ақырын ғана күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Міндетті түрде осылай күрекшенің көмегімен баяу ғана араластырыңыздар. Егер сіздер тезірек немесе миксердің көмегімен араластыратын болсаңыздар, көпсіп тұрған массамыз басылып қалуы мүмкін. Үстінен алманы салып, тағы да араластырып аламыз. Бұл жерде де алманы араластырған кезде ақырын араластыруымыз керек. Алдын ала пергамент қағазын формамызға төсеп дайындап қоямыз. Менде форма 24 см. Бетін тегістеп аламыз. Алдын ала қыздырған пешімізде 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Әдемілік үшін бетіне осылай қант ұнтағын пайдалансаңыздар болады. Жұмсақ болып шықты. Дәмі тіл үйреді. Сіздерге де дайындап көруге кеңес берем. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Комментарийға өз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Егер видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк қойып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.